Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Іс-әрекеттің мезгілге, уақытқа байланысын көрсететін етістікке тән категория шақ деп аталады. Шақтың 3 түрі бар. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ істің сөйлеп тұрған уақытта болып жатқанын көрсетеді. Оқып отырмын, келе жатырсың, күтіп тұр. Келер шақ іс-әрекеттің сөйлеп тұрған мезгілден кейін орындалатынын білдіреді. Оқимын, келесің, күтеді. Өткен шақ істің сөйлеп тұрған уақыттан бұрын орындалғанын көрсетеді. Оқыдым, келдің, күтті. Мысалы, биыл қандай түс сәнде? Былтыр қандай түс сәнде болды? Алдағы жыл қандай түс сәнде болады? Осымен сағымыз аяқталды. Кездескенше.